Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз құлпынай қосылған сүзбелі бәліш, творожный пирог жасаймыз. Біздің бұл бәлішіміз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Достар, осындай көптеген тәттілердің рецептін менің YouTube каналымнан таба аласыздар. Және де сіз осы менің YouTube каналымды қай қаладан көріп жатырсыз, сол қалаңыздың атын жазып қалдырыңыз. Маған өте қызықты. Ал ендеше біздің бәлішіміздің қамырын жасап бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 100 грамм майымызды ертіп саламыз. Сосын 90 грамм шекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте бір жұмыртқамызды қосамыз да тағы да араластырамыз. Ал енді ұнның кезегі. Мен бұл жерде ұнды екіге бөліп барып қостым. Бір бөлігін қосып, бір шай қасық қопсытқыш қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Және де достар, мен бұл жерде ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Осы қамырымыз қолға жабыспайтын болып шығу үшін мен барлығы 250 грамм ұн қостым. Енді мына шетте ұнымыздың екінші жартысын қосып, қамыр илейміз. Достар, осы сүзбелі бәліштің толық құрамын мен видеоның астына қалдыратын боламын. Сол жерден көріңіздер. Міне достар, біздің қолға жабыспайтын қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды жылы жерге қойып қоямыз. Ал енді бәлішіміздің салмасын дайындайық. Ол үшін бізге керегі 400 грамм творог, яғни сүзбе. Енді осы творогымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Сосын 210 грамм шекерімізді қосамыз. Және де ванилин қоссаңыздар да болады. Осындай бір пакет ванилин қостым. Сосын барып 200 грамм қаймақ қосамыз. Енді осылардың бәрін сіздер венчикпен араластырсаңыздар болады. Немесе үйлеріңізде блендер бар болса, блендерласаңыздар да болады. Мінекей салмамызды блендерлап болдық. Бізде осындай сұйық болып шығу қажет. Енді осы кезде мен 2 ас қасық жүгері крахмалын қосамын. Бұл жерде сіздер крахмал қоспасаңыздар да болады. Крахмалдың орнына манка қоссаңыздар болады. Мінекей достар, біздің сүзбелі бәлішіміздің салмасы дайын болды. Бізде осындай сұйық болады. Бұны уайымдамаңыздар. Кейін пешке саған кезімізде бұлардың бәрі қатаятын болады. Ал енді бізге керегі пирог пісіретін ыдыс. Осы пирог пісіретін ыдысымызға қамырымызды әкеп жаямыз. Мен бұл жерде қолмен жайып жадырмын. Сіздер оқтаумен жайсаңыздар да болады. Бұл жерде ыдысымыздың шет жағына да қамырымызды мына видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жайып шығамыз. Мінекей қамырымызды жайып болдық. Ал енді салмамызды пирог пісіретін ыдысымызға құямыз. Салмамыздың бәрін құйып болған соң лопатканың көмегімен осылай тегістеп жібереміз. Келесі кезекте бізге керегі 100 грамм құлпынай. Бұл жерде свежий немесе мұздатылған түрін қолдансаңыздар болады. Осы құлпынайымызға жарты ас қасық жүгері крахмалын қосамыз да араластырамыз. Бұл жерде достар, сіздер құлпынайдың орнына өзіңіздің сүйікті жеміс-жидектеріңізді қолдансаңыздар болады. Достар, енді құлпынайымызды бәлішіміздің үстіне қойып шығамыз. Осы бәлішімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіреміз. Бәліштеріңіздің піскенін сіздер былай білсеңіздер болады. Мінекей мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, бәліштеріңізді қимылдатсаңыздар, кішкене ғана қимылдаса, онда сіздердің бәліштеріңіз пісті деген мағынаны білдіреді. Достар, сосын осы бәлішті толықтай суытасыздар. Кемінде 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Сосын барып жесеңіздер, сіздердің бәліштеріңіз 2 есе дәмді болып шығады. Менде бұл жерде 2 сағаттай тоңазытқышта тұрды.
осы құлпынай қосылған бәлішті міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай әрі тез жасалынады. Сіздер осы пирогты ауызашарға, қонақ келе жатқан кезде немесе туған күн иесіне жасап берсеңіздер болады. Және де осы тортты жасап дастарханыңызға қойып қоятын болсаңыз, дастарханыңыздың сәнін келтіретініне күмәнім жоқ. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.